Мұнайлы шақырда карантин режимі әлі де сақталмай тұр. Әсіресе халық көп шоғырланатын азық-түлік, ұсақ-түйек сататын дүкендерде санитарлық талап мүлдем жоқ. Ал жедел тағам жеткізетін шағын дәмханалар ашық түрде тұтынушыларды қабылдауда. Әріптесім Жұлдыз Қайратқызы мониторинг топ мүшелерімен рейдке шығып біраз былықтың бетін ашты. Алғашқы болып, мына ұсақ-түйек заттар сататын дүкенге бас сұқтық. Көзімізге оқшау көрінгені сатушы бет пердесіз емін еркін халыққа қызмет көрсетіп отыр. Мен қазір үйден келдім да, негіз кассадан отыратын қыз. Мен қазір келіп тұрмын. Үйден келгенде де, үйде далада жүргенде де маскамен жүру деп қаулымен танысқан боларсыз да. Атырау облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысы бар, нөмірі 44 деген. Осында жазылған маска тағып жүру керек міндетті түрде. Зат сатып алуға келген қала тұрғындары да алаңсыз жүр. Жоқ, мен даже жай кіріп шығып қоятын. Тексеріс жүргізген мамандар ескерту жасады. Келесі объект азық-түлік сататын әмбебап дүкені. Бұл жерде де біраз былықтың беті ашылды. Супермаркетсіздер осылар. Тепловизормен тұруларыңыз керек қызметке келген адамдар. Температурасын өлшеп, мына жерге жаңа дезобработка қоюларыңыз керек. Мына жерге антисептик деп халыққа жазып қоюларыңыз керек. Мына жерде қасыз жерде сертификат жамайты пособие деп кетіп қойған. Енді онда антисептик деп жазып қоюларыңыз керек те. Бас санитардың қаулысына сәйкес қаладағы халық көп шоғырланатын кафелер, мейрамханалар, азық-түлік дүкендерінде арнайы мынандай маскалар мен қолғаптар болу керек. Ендеше кеттік тексеріп көрейік. Қуырдақтың көкесі дәл осы шағын кафеде екен. Мынаны қараңыз. Қожайын иесі болса ақталып әлек. Бізге ешкім ондай нетілген жоқ. Сіздер ойлайсыз ба? Рұқсат біз ашқан жоқпыз, ішіміз жабық. Сіздер тамақшы отыр көрдіңіз, сіз ашық тұрсыз ғой. Просто дейтін жаңа тамақ ішіп ала қояйық дегесін деп ойлаймын. Карантин бойынша жабық. 44-ші қаулыда көрсетілген. Тек қана алып кетуге және жеткізіп беруге. Арнайы мобильдік топ мүшелері әзірге тек ескерту жасауда. Көбі маскасыз жұмыс жасап, перчаткасыз жұмыс жасап, немесе көбінікі маскасы ластанған, кірленген, ауыстырылмаған, негізі 2 сағат сайын ауыстырып тұру қажет. Және көптеген жерлерде арақашықтық сақталмаған, арақашықтықты сақтайтын, дистанцияны сақтайтын линиялары қойылу керек, ондайлары қойылмаған. Дендеген дертті жұқтырмаудың бір ғана жолы бар. Ол қарапайым ережелерді сақтау, себепсіз көшеге шықпау. Жұлдыз Қайратқызы, Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметі.